Air Астананың бизнес классындегі сервис қаншалықты өзінің бағасына сәйкес келеді? Бұл видеода бизнес классқа обзор жасап, бағасын соңында айтамын. Давайте қарайық, өз бағасына тұра ма екен. Мен Ләйла Сұлтанқызына интервью беру үшін Алматыдан Астанаға Air Астананың дәл осы бизнес классымен ұшып барған болармын. Сол вайпты толықтай жеткізу үшін аэропортқа таксиді да бизнес класспен шақырдым. Бірден ұнамаған жерін айтайын, бизнес класс болса да осы автобуста қысылып самолетқа дейін жетеміз, жеке транспорт деген болмайды. Орындықтар бір қарағанда үлкен, ыңғайлы болғанымен аяқты толықтай созып отыруға мүмкіндік жетпейді. Ұнаған жерлеріне келсек, мына бір наушник қатты ұнады, себебі өмірде де осындай наушник тағып жүрем ғой, және бірден отыра салып осы наушниктің қалай тұратынын тексеріп алдым. Тамақтарына таңдау мүмкіндіктері бар, өзіміз қажет деген ыстық тағамды таңдаймыз және өте дәмді екен. Тамақтанар алдында дәл осындай ыстық орамал береді, шынымды айтайын, кайф. Мен таңертең барып кешке қайтқандықтан таңғы асында кешкі асында жеп көрдім, екеуі де көңілімнен шықты, кәдімгідей ресторандықтардан кем түспейді. Тема. Мен сияқты жаураған